Баршаңызға сәлем, менің есімім Фариза. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді, бірақ ең арзан окрошка жасайтын боламыз. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Видеоның соңында сіздерге осы шалғамның, яғни редисканың адам ағзасына пайдасы туралы айтатын боламын. Окрошканы барлықтарыңыз білесіздер, әркім әрқалай дайындайды. Мысалы, кейбіреулер қаймақ қосады, айран қосады, минералды су газбен қосады, тіпті біреулер кваспен де жасап жатады, тауықпен, пісірілген сиырдың етінен дегендей. Бүгін мен солардың ішіндегі ең бюджетный вариант, ең арзан түрін жасап көретін боламыз. Яғни майонез қосамыз, колбаса қосамыз. Минералка қосамыз, болды. Қаймақ, айран ештеңе керек емес болады бізге. Өз басым басқаларына қарағанда осы майонезбен заправить етілген окрошканы жақсы көрем. Ылғи осылай жасауға тырысам. Өте дәмді болып шығады. Көріп отырғандарыңыздай, ең алдымен осы пісірілген картоплымызды, қиярымызды бәрін жақсылап ұсақтап турап аламыз. Осы заттардың бәрін теркадан өткізіп ала салуға да болады. Бірақ ең дұрысы осылай жақсылап, көбіктеп, ұсақтап турап алған дұрыс. Сол кезде окрошкамыз езіліп кетпеген, әрқайсысы тал-тал болып, сондай суптың ішінде әдемі көрініп тұратын болады. Тек қана редискамызды, яғни шалғамды ғана теркадан өткізетін боламыз. Өйткені теркадан өткізген кезде шалғамның өзінің бір согы, яғни суы шығып, сорпаға ерекше бір дәм беретін болады. Мінекей, керек заттарымыздың бәрі дайын. Қиярымыз, картошкамыз, колбасамыз. Енді тек қана шөптерін тураймыз, зелендерді. Көк пиязбен мінекей ас көк дейді ғой, укропымызды турап алдық. Мінекей барлық затымызды бір үлкенірек терең чашкаға салып аламыз да. Мінекей үлкен қасықпен 2 қасық майонез аламыз. Болды, басқа артық ештеңе керек емес. Қаймақ та, айран да ештеңе керек емес. Қара бұрыш аламыз. Жақсылап тұздаймыз. Тұзды, майонезді тура осы уақытта салған дұрыс. Өйткені жақсылап осы майонез тұзын жақсылап араластырып алмасаңыздар, майонез суыған кезде үстіне іртік-іртік болып іріп шығып кететін болады. Шалғамның адам ағзасына пайдасы көктемдегі авитаминозды жеңетін көптеген витаминдерге бай екен. Құрамындағы клетчатканың көмегімен зиянды холестеринді азайтып, токсиндерден тазартады екен. Шалғамды тіпті антибиотик ретінде де пайдалануға болады екен. Мінекей окрошкамыз дайын болды. Ең соңында осында 70% уксустан 1-2 тамшы тамызамыз дәміңізге қарай.
өте дәмді болып шығады, қышқыл болып. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Фариза. Ас болсын.